Бұл ауыл ел бесігі жобасына біздің облыстан бүгінгі күнге 3 ауылдық елді мекен кіріп отыр. Бұл жобаға 3 жылға қаржы қарастырылған. Оның ішінде 19-шы жылы 2,7 миллиард теңге республикадан бөлініп отса, облыстан 300 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінді. Бұл қаржының шегінде облысымызда 108 жобаны жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Біздің мынау 24 жобасы әлеуметтік нысандарды күрделі жөндеу, ағымдағы жөндеу жұмыстары, көше жарықтандыру, сонымен қатар ауылдың ішіндегі көше жолдарын қалпына келтіруге бағытталып отыр. Жыл соңына дейін біз осы жобалардың құрылыстан басқасын толық аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Бүгінгі күнге 108 жобаның 31 жобасы толық аяқталды. Президентіміз осы ауыл ел бесігі жобасын 2020-2024 жылдарға 3 есе қаржыландыруды көтеріп, ауылдық елді мекендерімізді қамту санын арттыруға бағыттап отыр. 373 елді мекеннің қазіргі өңірлік стандарт әзірленді. Республика тарапынан сол өңірлік стандартқа сәйкестендіру жұмыстары басталып кетті. Осы сәйкестендіру бағытында бізде 62 тіректі елді мекендер таңдалып алынды. Осы алдағы уақытта 62 тіректі елді мекендерді қаржыландыруға бағыттайтын боламыз.